Иә, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін біздің қонақтарымыз бар, иә. Қанат Дәржуман атындағы ұлттық жаңғыру мектебінің қазақ мәдени орталығының жетекшісі. Міне Әлия Әбішқызы келіп отыр, және ол орталықтың тәрбиеленушісі Ақылжан келіп отыр. Қош келдіңіздер. Сіздер үшін бүгінгі таң қалай өтті? Өте жақсы, қайырлы таң баршаңызға. Өте қуаныштымыз сіздерді көргенімізге. Рахмет. Енді сіздерді шақырып отырмыз ұлттық салт-дәстүрді насихаттайтын тәрбиеші ретінде, жалпы күй үйірмесінің жетекшісі ретінде шақырып отырмыз. Жалпы қазіргі таңдағы өз жұмысыңыз туралы айтып өтіңізші, қай жылы келдіңіз, басынан бастап тоқталып өтейік. Жақсы, рахмет. Мына Қазақстан Ассамблеясының құрылған бәріңізді жақсы білесіздер. Біздің мектеп негізі ұлттық жаңғыру мектебі, жексенбілік мектеп болып саналады, бірақ аптаның әр күнінде балаларға сабақ жүріп жатады. 97 жылы құрылды, ал өз басым 2001 жылы осы мекемеге келдім. 2004 жылы Қанат Болатұлы Дәржуман ағай бізге осы қазақ мәдени орталығын ашып берген болатын. Бұл мәдени орталықта біздер қазақ халқының салт дәстүрлерін және домбыра үйірмесі жүреді. Балалар ынтамен, жақсы жігермен келіп жатады. Қазір таңдағы үйірме оқушылардың саны қанша? Қазір 40-тан астам оқушымыз бар. Жалпы енді қазір таңдағы жастардың осы домбыраға, қазақ салт дәстүріне деген әуесқойлығы, қызығушылығы қаншалықты? Бар ма? Бар деп айтуыма болады, өйткені жылма-жыл көбеймесе азайып жатқан жоқ. Өте жақсы тәрбиеленушілерім қалалық, облыстық халық мұрасы байқау өтіп тұрады, және де республикалық, халықаралық деңгейдегі байқауларға қатысып жатады. Бүгінгі саны қанша балалардың? Жалпы олар қай жасты қамтиды? Яғни мектепте, жаңа айтып кеткендей. Мектеп жасындағы балалар бізге келе алады. Негізі 7 жастан 21 жас аралығында. Енді бірінші, екінші курс колледж студенттерді келіп жатады. Көбінен кейін мектеп жасындағы балалар негізі домбыраға 3-ші сыныптан келген жақсы. Яғни қолдары бекіп, жақсы қамтиды. Ойнағанда жақсы ойнауғана өте жақсы себебін береді. Ең үлкен бір тарихтағы, ең үлкен бір ірі жарыстар болып беді, жүлделі орындар алып бедіңіздер? Біздер болдық әрине республикалық конкурстардан, домбырадан. Ал бізде ғылыми жоба жазады оқушыларымыз, тәрбиешілеріміз. Одан бізде халықаралықтан бірінші, екінші, үшінші орынды алған оқушыларымыз бар. Атап өтсем, Қизат Сания, Казбекова Ая, Мадиярова Далия деген оқушыларым осы халықаралық байқаудың жеңімпаздары, және республикалық байқаудың жеңімпаздары өте көп. Жыл сайын 7-8 бала барып тұрамыз. Соның ішінде міне Ақылжанды ортаға алып келіп отырмын. Себебі түстен кейін оқиды екінші ауысымнан. Сабақты босатпауға тырысамыз. Сол себептен Ақылжанды бүгін қонаққа сіздерге алып келіп отырмын. Жалпы Ақылжанға тоқталып өтсек, Ақылжан өзің қай мектепте оқисың? Жалпы осы домбыра үйірмесіне қатысып жүргенге қанша жыл болды? Мен 22-ші мектепте оқимын. 4 жыл домбыраға барып жүрмін. 15 күйді білем. Және бірнеше әндер, иә? Сондай вокалды түрде сіздерге үйретіле ме? Негізі бұрын Ризабек Қорабайұлы беретін, бірақ қазір маманың болмауына байланысты вокал жоқ. Бірақ негізі бар. Би үйірмесі және вокал бар. Және таңғы жаттығу жүріп жатқан кезде сіздермен келмей жатып, сұхбаттасып кетіп едік. Сіз енді және айтып өттіңіз, қазақтың салт дәстүрлерін енді сахналаймыз дедіңіздер. Нақты қандай салт дәстүрлерді көбінесе сахналайсыздар? Бір ұмыт болып бара жатқан салт дәстүрлер бар ма? Негізі бесік тойынан бастаймыз. Қалжа тойы бар, 40-нан шығару баланың. Тұсау кесу деген сияқты танымал салт дәстүрлерді көрсетіп жатамыз. Көптеген салт дәстүрлерді балалар қызыға қояды. Себебі ойын арқылы біздер көрсетеміз. Енді ұмытып бара жатқан салт дәстүрлерді көбінен ғылыми жоба арқылы. Бізде ақпан айында мектепшілік ғылыми жобалы болады. Сол жобада көрсетіп жатамыз. Енді бізге келген қонақтарды, ата-аналарды ең бастысы қызықтыратын сұрақтың бірі ол біздер сұраймыз мысалы, қазақ сыйлық қонаққа неліктен бас ұсынады деп. Сонда көбі білмей жатады. Неліктен бас ұсынатынын сіздерге де айтып өтейін. Өте
қызықты тақырып. Мына кезінде жоңғарлардың қазақтың жерін жаулап жатқан кезінде бір батырын ұстап алған екен, қолға түсіріп зынданға тастайды. Содан батырдан сұрайды, қандай тамақ, саған бір мезгіл ғана тамақ береміз, қаншаға шыдайсың, сонша өмірің бар деп. Зынданға тастаған кезде қазақтың батыры сұрайды, қойдың басын және су беріп тұрсаңыздар болады деп. Содан күніне бір қойдың басын тастап отырады, жаңағы бір жылдай тастайды, сосын өлген шығар деп енді ойлап қалады ғой. Сөйтсе жаңағы үлкен бір жиын болып жатады қалмақтарда. Жаңағы жиынның ортасына жаңағы қазақтың батыры шыға келеді екен. Беті нарттай, екі беті қып-қызыл болып батырымыз шыға келгенде, жаңағы қалмақтың хонтайшысы дейді ол кезде, таң қалады. Қалай тірі қалдыңыз? Бір жыл емес, адам 30 күннен кейін дұрыстап витамин тамақ алмаса, дәрумен алмаса өліп қалады деп ойлайтынбыз. Сіз қалай тірі қалдыңыз деп. Сонда қазақтың батыры тұрып айтады дейді, басыма бостандық берсең, айтамын деп. Енді ол кезде батырдың, білесіздер, бір батыр мыңды жеңген. Әрине жібергісі келмесе де, не болса да осының себебін білейін деп, жаңағы қазақтың батырын айтады, жарайды деп келісімін береді. Сөйтсе қазақтың батыры тұрып айтады дейді, қойдың басында, ұйтылған баста 12 дәрумен бар. Яғни қазір жеп жатқан, бірақ ғалымдар зерттеген екен, осы қойдың басын осыдан кейін зерттегенде 33 дәрумен, яғни Менделеевтің таблицасы осының ішіне кіретін дәлелдеген екен. Сондықтан қойдың басын қазақ ең әуелі сыйлы қонағына ұсынады, витаминнің бәрі бар, дәруменнің бәрі бар деп. Шын мәнінде қызықты ақпарат алдық. Біз тарих пен дәстүрмен байланысқан қызықты ақпарат, телекөрермендер біліп жүреді деп ойлаймыз. Мен де мысалы білген жоқпын. Бұл да маған қызықты ақпараттардың бірі. Жалпы айта кетейінші, жаңағы үйірме демекші 40-та жуық бала қатысады дедіңіз. Оның ішінде барлығы қазақ ұлтының балалары ма, өзіміздікілер ме, әлде өзге ұлт өкілдерінің балалары да бар ма? Басқа ұлт өкілдерінің балалары араласқан жанұялар болады ғой, мысалы шешесі, көбінің шешесі орыс, шешелер татар, сондай балалар менде өте көп бар. Ондай балалар, қазақ тілін білмейтін балалар келеді, бірақ бітіріп кетерде, мысалы бұлардың көбі қазақ тілін жақсы меңгеріп кетеді, өйткені ой өрістері кеңейді. Біздер тек қана домбыра тартып қана қоймаймыз, мына өлеңдерді, тақпақтарды, салт дәстүрлерді бір сағат, мысалы домбыра болса, 2 сағат салт дәстүр болады. Содан кейін, мысалы жазғы каникулда бізде лагерь бар, лагерьге балалар қатысады, сонда тәжірибе үйренеді, және де президенттік лагерьге мына Көкшетаудағы сонда барып демалады балаларымыз. Алматыда, Қапшағайда ашылды, сонда барып демалады. Және өзіміздің мына Баянауыл, Мичурин ауылдарына барып, лагерлерге, жаздық лагерьге жақсы оқығандар, әрине белсенді балалар, 3 жыл қатысқан, марапатталған балалар бара алады. Жалпы енді мекемелеріңізде тағы да басқа қандай осындай бір керемет үйірмелері бар? Бізде мектепте негізі 17 бөлімше бар, және 2 орталық. 2 орталықтың бірі орыс, біреуі қазақ. 17 ұлт өкілдері өздерінің салт дәстүрін, тілін үйренеді. Мектепшілік көптеген байқаулар өтіп жатады. Тіл маржаны, асыл сөз деген, мемлекеттік тілге деген, яғни қызығушылығын арттыру үшін, отансүйгіштік, патриоттық сезімін көтеру үшін балалардың. Содан кейін әр ұлт өзінің биін, әнін үйренеді. Жақсы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Шын мәнде жақсы ақпараттар алуға тырысып жатырмыз. Мен шын мойындайыншы, мен де негізі осыған дейін бірнеше жыл бұрын Әлия Әбішқызына осы ұлттық жаңғыру мектебіне барғанмын. Өкінішке орай менің балалығым ба, шалалығым ба, домбыраны да үйрене алмай кеттім, өкінішке орай. Бірақ сонда да өзімді басқа жолда таптым. Рахмет, сол үшін сізге көп рахмет айтқым келеді. Мен де рахмет айтайын. Жалпы Ақылжан, қандай бір сайыстарға қатыстың белгілі? Дионис. Звездный листопад деген республикалық байқауға қатысты, осы жазда да қатысты. Керемет. Жалпы сен домбыраны не үшін таңдадың? Неге басқа аспап емес? Потому что домбыра ол ұлттық аспап. Оның дауысы маған ұнайды. Үні ұнайды, иә? Бұдан да бөлек аспаптарды ойнай алатын шығарсың, иә? Иә.
Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Қанат Дәржіман атындағы ұлттық жаңғыру мектебінің қазақ мәдени орталығының жетекшісі Әлия Әбішқызы және тәрбиеленушісі Ақылжан келіп отыр. Жалпы Әлия Әбішқызы және бейнебаян арасында сұхбаттасып жатқан кезде айтып өттіңіз өзіңіз алдағы уақыттағы ғылыми жобалар туралы. Айтып өтіңізші, қандай ғылыми жобаларға дайындық болып жатыр? Дайындық барысы қалай? Негізі мектепаралық ғылыми жоба осы ақпан айында өтеді. Оған басқа ұлттардан да балалар қатысады. Соның ішінде қазақ мәдени орталығынан бір оқушы жылма-жыл қатысып отырамыз. Алған тақырыптарымыз әртүрлі. Биыл алған тақырыбымыз Қабдыл ғалым Қаржастың 65 жылдығына орай Ертіс өңірінің қайталанбас тұлғасы деп тақырып алдық. Және де туған елім мақтанышым деп, оның ішінде ана тілі де өте қазіргі латын әрпі де бәрін кіргізіп, сол туралы алып жатырмыз ғылыми жобада. Жалпы енді осы күй сұрағым келіп тұр, енді өзім күй тарту білмеймін. Күй тарту қаншалықты қиын? Енді әр маманның өзінің бір қиыншылығы болады ғой, әрине. Бастапқайда 1-2 айда, мысалы, бала оқушы шыдап кетсе, домбыра тартып жатқанда, ең басы қиын ғой, 1-3 ай. Одан кейін әрі қарай ән үйреніп, 1-2 әннен кейін жеңілдене бастайды. Бірден күй тартып үйретпейміз. Бірінші жаттығулар бар, этюдтар бар үйрететін, және одан кейін барып күйлерге, әндерге көшеміз. Әндерден кейін бірінші жыл оқитындар бізде 2 күй үйренеді. Ол бағдарлама бойынша. Ал кейбір оқушылар бар, ішінде 4-5 күйге дейін үйреніп кетіп жатады. Ол жасына байланысты. Нота үйретесіздер ме, кәдімгідей? Нота болғанда музыкалық мектеп сияқты нота емес, нотаның атын жазып қойып, қай дыбыс қай жерде орналасқанын жайында айтып өтеміз. Ал мына ынтасы болып жатқандарға мен өзім Алматы мемлекеттік консерваториясын бітіргем, сондықтан да нотамен де үйретуге қарсы емеспін. Бірақ балалар нотамен бастаса да кейіннен негізі слухқа үйренеді дейді ғой. Ондайда бала есінде көп сақталып қалады. Сондықтан шығар, енді көбі жай қарап үйренгенді жақсы көріп жатады. Бастапқыда қандай техникаларды үйретесіз, домбырамен көрсетіп жүресіз бе? Ең басында қазір жаттығулар үйретеміз, мысалы, жеңіл ғана жаттығулар. Деген сияқты. Содан кейін жеңіл өлеңдер үйретеміз. Орыс, қазақ, Әзербайжан, Беларус, басқа, яғни Украинаның әуендерінде ойнап жатамыз. Мысалы, орыстың өлеңі болса, осындай жеңіл әуендерден бастаймыз. Содан кейін басқа ұлттың әуендерін попури қып, бірнеше өлеңнің басын қосып, ансамбль бар біздің мектепте, 15 бала қатысады. Сол ансамбльге ойнайды. Ансамбльдің балалары жалпы бір 20 шақты күйден аса білет десем өтірік айтқан болмас едім. Әндер ойнаймыз, туған жер әндерін, біздің Музарт тобының, жігіттер тобының әуендерін балалар қызығушылығын арттыру үшін көбінесе сол әндерді алып, соларды ойнаймыз. Ансамбль қашан құрылған еді негізі? Ансамбль 2004 жылы сол ашылдық дедік қой, содан кейін 2005 жылдары ансамбльге, онда басындасы ашылған бетте бізде басқа ұлттың балалары келетін еді. Көбінесе Беларус, Украин, болгар, Әзербайжан, армян балалар келіп ойнайтын. Қалалық бізде Наурыз мерекесі өтіп жатқан кезде сонда барып көбінесе сол балалар ойнайтын. Содан кейін уақыт талабына қарай өзіміздің балалардың көбі мектепте де бар ғой негізі үйірмелер. Бірақ қазақтың балалары көбірек келе бастады. Содан кейін біртіндеп ауысып кеттік. Әр ұлт өзінің, яғни балалайкасын, домбырасын, шешенің де аспабында, негізі шешенің аспабы, мына орыстың домбырачкасы, қазақтың домбырасы, балалайкасы өте келет бір-біріне. Ансамбльге қосып ойнауға да болады негізі. Сондай оймен ашылып едік, бірақ артынан өзіміздің балалар келгеннен кейін, қазақтың балалары көбінесе басқа ұлттарды неге жалғастырмадық? Себебі ол балалар, міне қазір Кравец, Алеша, Аня, Павел деген балаларымыз Бурковский үйренді, бірақ ол одан кейін жалғасын таппай қалып қойды. Яғни жалғасы жоқ болғасын менің де қызығушылығым төмендеп қалды.
ол балаларды үйретуге. Ал қазақ балалары қазір шабыт академиясына түскен балалар бар. 2008 жылы ең бірінші оқушым бітіріп кетті. Сол балада мысалы академияны бітіріп, қазір сол академияның ұстазы болып отыр. Биылда түскен балаларым бар. Сондықтан мына біздің Павлодар мемлекеттік Торайғыров атындағы университетке түсіп жатқан балаларым бар. Яғни жалғасын тауып жатқасын, маған да ол өте Қызығушылық артып. Иә, қызық. Оқушыларым жаман жерге бара жатқан жоқ дейсіз ғой. Жалпы енді біз енді қонаққа келгеннен кейін сіздерден қонақ кәде сұрайықшы. Бізге бір күй шертіп беріңізші, біздің көрермендеріміз үшін де. Жақсы. Енді Ақылжан екеуміз сіздерге Секен Тұрысбековтың көңіл толқыны, яғни көңіл күйлеріңіз, міне таңғы фреш бағдарламасы ғой, сондықтан көңіл күйлеріңіз жоғары болсын, әрқашанда қазағымыздың өнері үстем болсын, артай берсін деп көңіл толқынын ойнап берейік. Рахмет, керемет. Шын мәнінде біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізге тікелей эфирге қоңырау келіп түсті. Әрине. Иә. Алло, сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Мен бүгін осы балаларға домбыраны ойнатып, үйретіп жүрген апайға алғысымды білдіргім келеді. Бұл тамаша еңбек деп айтар едім, себебі балаларды ұлттық өнерге тәрбиелеу бұл өте зор еңбек деп айтар едім. Сізге үлкен рахмет, күйіңізде, шәкіртіңізде, өзіңізде еңбектеріңіз жана берсін. Жұмыста жемісті болыңыз. Әмин, рахмет қоңырауыңызға. Рахмет қоңырауға, иә. Жалпы енді бір күйді орындау үшін, бір күйді толығымен жаттау үшін қанша уақыт кетеді? Бір 6 сабақ. 6 сабақ, яғни кейде 8 сабақ кетіп жатады. Ал енді бастаушы, яғни бірінші жыл келгендерге оларға әрине 1-2 айдың көлемінде бір күй. 2 айда үйренеді. Керемет. Жалпы енді біздің бағдарламамыздың уақыты шектеулі болғандықтан бізге уақыт бөліп келгендеріңізге мың алғыс білдіреміз. Ақылжан кешірім сұраймыз, саған табыс тілейміз. Әрдайым осылай биік белестерден көріне бер. Сізге де мың алғыс білдіреміз осындай қазақи ұлттық нақышта оқушыларға тәрбие беріп жүргеніңізге.